Алуан аңыз ертегі, ғажайып сыр шертеді. Баурап барлық баланы, қиял қанат қағады. Шымшытырық оқиға жаулап алар сананы. Бар қызықты балғындар Балаларға базарлық хабарынан табады. Қазақ радиосының әуе толқынында балаларға базарлық. Амансыңдар ма, біздің кішкентай тыңдармандар? Демалыстарыңыз қалай өтуде? Ертегі тыңдауға дайынсыңдар ма? Бүгін балаларға базарлық хабары өздеріңізге жақсы таныс Мақтағыз ертегісін дайындады. Өздеріңіз білесіздер, Мақтағыз ертегісін ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсарин атамыз жазған. Әрине, ертегі айтушы өз жанынан қосып түрлендіріп отыратыны белгілі. Себебі балаларға қызық болу керек. Ал бүгінгі Мақтағыз ертегісін Қуыршақ театры сахнасына өңдеген драматург Абылай Мауданов ағаларың. Ал ертегіні қызықты етіп сіздерге жеткізетін Нұрсұлтан қаласындағы нөмірі 2 өнер мектебінің өнерлі өрендер балалар театрының оқушылары. Сонымен кейіпкерлер мен орындаушыларды таныстырып өтейік. Мақтағыз: Айдана Сембекова, Мысық Риза Данияр, Сиыр Арман Сұлтанбай, Ағаш Әубәкір Темірханұлы, Тауық Толқын Сұлтан, Дүкенші Мейірлан Болат, Тышқан Әубәкір Темірханұлы. Автор Толқын Сұлтан. Сонымен зейін қойып тыңдаңыздар. Ертеде, ешкі жүні келтеде, жеті өзеннің ар жағында, жеті таудың бер жағында, жайқалған ну орманның жағасында Мақтағыз өмір сүріпті. Мақтағыздың айнымас серігі, адал досы Мысық екен. Екеуі жарты құртты жарып жеп, бүтін құртты бөліп жеп, тату тәтті күн кешіпті. Күндердің күнінде Мақтағыз үй жинап жүріп, бір мейіз тауып алады. Балбырап тұрып піскен екен, бұл өзі қай бақшада түскен екен. Қой, жалғыз жегенім жараспас, мысығымды шақырайын. Мысығым, бері кеш, мен мейіз тауып алдым. Келші деймін, мысығым, менің мысығым. Мяу, бармаймын, не десең де нанбаймын. Келмесең келме, өз обалың өзіңе. Сөйтіп Мақтағыз ренжіп, мейізді жеп қойып далаға шығып кетеді. Мяу, таң атпастан бақырдың, мейіз бар деп шақырдың. Әкел енді сол мейізіңді, дәмін татып көрелік. Ырғалдың да жырғалдың, несібеннен құрғалдың, мейізді өзім жеп қойдым. Ендеше мен сенің қатығыңды төгіп тастайым. Мен құйрығыңды кесіп алам. Осылайша тентек мысық тым еркелеп Мақтағыздың қатығын төгіп тастайды. Ал Мақтағыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Апатай, мейіріміңді төге көрш, құйрығымды қайтып бере көрші. Өзіңнен көресірген, бұзықтықты кешірмен. Қатығымды төлемесең, құйрығын мен қош айтысым дей бер. Мақтағыз ашуға мықтап бой алдырады. Мысы басылған мысық амалы құрып сиырды іздейді. Көк жиек ғажап кең шиыр, көк шалғын өлең төңірек. Кекірік атып кер сиыр, ән салып жүрді мөңіреп. Мен сиырмын, адамдарға үйірмін. Зеңгі баба періміз, қиналғанда сыйындым. Ірімшік пен сарымай, құрт пен қатық бәрін ай, қаймақты да мен берем, кетпеңіздер танымай. Сиыр, маған қатық берші. Тентек мысық бұсың, сені қатықты төгіп тастайды дейді ғой.
ақты төгі жаман ырым. Саған сүтімді бермеймін. Екінші қарай қайталамайым. Кешіріңізші, құйрығымнан айырылып, жүрмін енді қайғырып. Тегін берген дүниенің қадірі болмайды. Мұна өлең шөптен әбден жередім. Жеңсік ас жегім келеді. Сен маған ағаштың жапырағын әкеп бер. Сонда ғана қаты қаласың. Өзінің албырттықпен қандай қателік жасағанын сезген мысық мойны салбырап ағашты іздеуге шықты. Оның алдынан ағаш кездесті. Су, жаз бойы бір тамшы жаңбыр тамған жоқ. Қайран жасыл жапырақтарым-ай, күнің жетпей сарғаятын болдыңдар-ау. Су керек маған, су. Ағаш, маған жапырақ берші. Өлмегенге өлі балық жолығады деген осы екен ғой. Сауабымды аласың, қанша сұрасаң да берейін. Тек тамырымды жібітіп, су қойшы, қайырымды мысық. Шөл қысып барады. Су керек. Қайтсем екен, менен гөрі ағашқа жәрдем керек. Қой, текке тұрмайын, су іздейін. Ағаш аға, қамықпаңыз, қазір су тауып әкелем. Ағаш жапырақтары жер сызып, теңселе басып, бағытсыз жүріп жатты. Осы кезде мысықтың көзі иығына иін ағаш асқан қыздарды шалып қалып, қуана қол бұлғайды. Уа, бекештер бой жеткен, сүйкімде той неткен. Сымбатты балғын құрақтай, күлкісі кәусар бұлақтай. Маған құлақ салыңыз, тез өзенге барыңыз. Шелекпен су алыңыз, әбден шөлдеп сусаған ағашты іздеп табыңыз. Әйтсе де сен бізге сағыз әкеліп бер. Сағыз әкеліп бермесең, айдаладағы ағашқа су құйып, неміз бар. Сағыз керек бізге, сағыз әкеліп беріңіз. Құйрығы жоқ құнтиып, қабағы түскен кіртиіп, не істерін білмеген мұңайды мысық үрпейіп. Басқа малы қалмады, сағыз сатып алуға дүкенші іздеп шарлады. Шарлап, шаршап торықты, бір уақытта әйтеуір дүкеншіге жолықты. Мяу! Дүкенші, маған сағыз берші. Тегін жатқан тауар жоқ. Маған жұмыртқа әкеп бер. Мынау не еткен дөрекет? Ақмақ басым-ай, мақтағызды қайдан ғана ренжіттім. Енді тауықты табу керек болды ғой. Бұдан бұлай мұндай бұзықтық жасамаспын. Şip şöcelerim, şip şöcelerim, mamam jünde şöcelerim, nazikinde şöcelerim, keş alganda jayılımдар, keskelimde jayılımbar, ay menin şöcelerim, balım böbek şöcelerim, şip şöcelerim, şip şöcelerim, mamam jünde şöcelerim, nazikinde şöcelerim, neceysin dermen bereyim, su bereyim, cem bereyim, ay menin şöcelerim, balım böbek şöcelerim, şip şöcelerim, şip şöcelerim, mamam jünde şöcelerim, nazikinde şöcelerim. Мяу! О, әз дауысы әлемді таңғалдырған әнші де бейші мейірімді Мекен ханым. Соңғы үмітім сізде. Маған жұмыртқа беріңізші. Мяу! Көріп тұрсың ғой, балапандарымда сұрау керек. Сен маған тым құрса бір тостаған тар әкеліп берші. Мысық ойласып тұрып қалады. Тауық ән салып әр өтіп кетеді. Енді не қылам? Тоқтап қалуға болмайды. Бір амалы табылар.
Құр сүлдерін сүйреткен мысық ін қазып жатқан тышқанның үстінен шықты. Ойына қуылық кірген мысық тышқанды тарпа бас салып, шап беріп ұстап алады. Тұмсығы сүйір, ұрлыққа үйір қу тышқан. Не істеп жатырсың? Шиеттей бала шағамды асыраймын деп табаным тозып жүргенім. Қайда барсам да қорқыттың көрі төбемнен тоқпақ кетпеді. Мына жер қауіпсіз екен деп ін қазып жатыр едім. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйімде бір табақ тар бар. Сол тарыңды маған әкеп бер. Ләппәй тақсыр, 1 минут күте тұрыңыз. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарына апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздары су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын береді. Мяу, мақтағыз, мақтағыз. Қатығыңызды қайтып әкелдім. Мені кешіріңізші. Сен де мені кешір, мысық. Екеуміз енді қайтып ренжіспейік. Жарай ма? Мяу. Балалар, сендер де тату болыңдар. Көрдіңдер ғой, бір ғана қателік қаншама қиын жағдайға тап қылады. Сондықтан менің тентектігімді жасамаңдар. Үйдегі аға апа ата-аналарыңа қолғабыс етіңдер. Сабақты да жақсы оқыңдар. Алақай-ау алақай, бұзық болма балақай. Достарыңды сыйлаңдар, жамандыққа қимаңдар. Осылайша мақтағыз бен мысық қайта табысып, бұрынғыша бақытты, тату-тәтті өмірін жалғастырыпты. Құрметті біздің жас достар, сіздер Ыбырай Алтынсариннің Мақтағыз ертегісін тыңдадыңыздар. Ертегіні Қуыршақ театры сахнасына өңдеген Абылай Мауданов. Кейіпкерлер мен орындаушылар: Мақтағыз Айдана Сембекова, Мысық Риза Данияр, Сиыр Арман Сұлтанбай, Ағаш Әубәкір Темірханұлы, Тауық Толқын Сұлтан, Дүкенші Мейірлан Болат, Тышқан Әубәкір Темірханұлы. Автор Толқын Сұлтан. Қымбатты достар, қандай ертегі тыңдағыларыңыз келеді? Болмаса, өздеріңіз ертегі жазасыздар ма? Олай болса, балаларға базарлық хабарына хат жазыңыздар. Біздің мекенжайымыз Нұр-Сұлтан қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі 4. Қазмедиа орталығы, Қазақ радиосының балаларға базарлық хабары. Хабарды әуе толқынына дайындаған Толқын Сұлтан, ал дыбыс режиссері Қайсар Ердеш. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Алуан аңыз ертегі ғажайып сыр шертеді. Баурап барлық баланы қиял қанат қағады. Шым-шытырық оқиға жаулап алар сананы. Бар қызықты балғындар Балаларға базарлық Хабарның табады. Қазақ радиосының әуе толқынында балаларға базарлық.